Қайырлы қадірлі көрермен, назарларыңызға Түркияның Нейде қаласы Нейде университетінің ректоры профессор Аднан Гюрер мырзаның сұхбатын ұсынамыз. Қайырлы таң, Аднан мырза. Қайырлы таң. Қош келдіңіз. Қош бұлдық. Біздің елімізге жиі келіп тұрасыз ба? Қазақстанға 4-ші рет келіп отырмын. Қазақ елінің бас қаласы Астанада бір-ақ рет болдым. Алматыға міне 3-ші рет келіп отырмын. Елордамыз Астана қаласы жайлы не айтасыз? Қаланың ерекшелігі неде деп ойлайсыз? Астана мен Алматыны салыстырып қарағанда, Алматы мәдени орталық, руханият қаласы болып есептелсе, Астана Еуропа стандарттарына сай, заман талабына лайық салынған архитектуралық сәулет көркем, сұлу, ерекше қала. Маған есілдің бойында әдемі бой түзеген ғимараттар қатты ұнады. Сонымен қатар Астананың символына айналған бәйтерек көңілімнен шықты. Қазақ елінің қазіргі даму бағыты жайлы пікіріңізді білсек. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың көреген саясатының арқасында Қазақстан қазіргі таңда қарқынды дамып келе жатқан елдердің қатарында. Осындай мемлекет басшысы болған елдің одан әрі жақсы дами түсетініне және Қазақстанның түркі әлемінде орны ерекше ел болатынына мен толықтай сенемін. Қазақстандағы қандай оқу орындарымен қарым-қатынасасыздар? Қазіргі таңда біз Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетімен ынтымақтастықта жұмыс жүргізіп келе жатырмыз. 2012 жылдан бері осы екі университет бірлесе жұмыс атқаруда. Көптеген іс-шара жүргізді. Соның бірі түркі әлемі симпозиумы. Алғашқы симпозиум Нейде университетінде өткен болатын. Сіздердің бағдарламаларыңызды пайдаланып, Қыздар университетінің ректоры Динар Нөкетаева ханымға алғысымды білдіргім келеді. Екі елдің білім беру жүйесінде қандай да бір айырмашылықтар бар ма? Екі ел арасындағы білім жүйесінде еш айырмашылық, айрықша бір өзгешелік жоқ болғандықтан, тығыз қарым-қатынас орнатқанбыз. Бір-бірімізбен академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша жұмыс істеудеміз. Сонымен қатар магистратура, докторантура бойынша жастар білім алып жатыр. Бір семестр ауысып оқуды қолға алудамыз. Ондағы мақсатымыз жастарға қолдау білдіру. Біздің университет әрқашан жастарға ерекше көңіл бөледі. Айта кетейін, біз жақында түрік еліндегі Қазақстанның төтенше және өкілетті елшісі Жансейіт Түймебаевты Нейде университетінің құрметті профессоры атағымен марапаттадық. Бұл қазақ еліне деген ерекше ықыласымызды білдіреді деп ойлаймын. Алдағы уақытта екі ел арасындағы ынтымақтастығымыз арта береді деп сенемін. Түбі бір түркі халықтарына ортақ ең басты құндылық деп нені айтар едіңіз? Түбі бір түркі халықтары деп өзіңіз айтып тұрғандай, біздің дініміз бен діліміз бір, тіліміз бен тегіміз бір, ортақ тарихымыз бар, әдебиетіміз бен мәдениетіміз тамырлас. Мен үшін осы бауырлас түркі жұртына ортақ дүниелер біздің басты құндылықтар. Сонымен қатар қазіргі таңда ең басты назар аударатын мәселе әліпби мәселесі болып отыр. Осы латын әліпби болмағандықтан көп жерде түсінісуіміз қиындықтар туғызады. Мен осымен 4-ші рет келіп отырмын. Әр сапарымды тіпті көше атауларында оқи алмаймын. Әліпби мәселесі шешілетін болса, арадағы кедергілер жойылар еді. Одан әрі жақсы түсінісер едік деп ойлаймын. Қазақ халқына түркі әлеміне деген тілегім біріншіден бірлік, тірлік тілеймін. Бірлігіміз болса, тірлігіміз болады. Үнемі мықты, күшті болайық. Қазақ халқына осындай ыстығы ықылас, тілек лебізімді жолдаймын. Аднан мырза, бізге уақыт бөліп сұхбат бергеніңізге алғыс айтамыз, еңбегіңізге табыс тілейміз. Қазақстанға жиі келіп тұрыңыз. Құрметті көрермен, Таңшолпанда қонақта болған Түркияның Нейде қаласының Нейде университетінің ректоры профессор Аднан Гюрер мырза. Ұлттық арнамен бірге болыңыздар.